Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Ера. Бүгін біздер Free Fire Battlegrounds ойынын видеоны жалғастырамыз. Видеоның тақырыбынан көргендеріңіздей алдыңғы жолғы, яғни нуптың оқиғасының екінші бөлімін, яғни сол видеоны түсіретін боламыз. Енді қазақ тіліне аударып, енді оригинал ссылкасы описаниеда болады достар. Енді ол екі видео, ода мен оны бір видео қылып шығардым, сондықтан мен только каналының ссылкасын қалдырамын описанияға кіріп, сол жерде өте кереметтей кинолар түсіреді. Сол киноны да көріп кетсеңіздер, тамашалап көріп кетсеңіздер болады. Енді достар, видео ұнап жатса лайк басып арнаға тіркеліп, және де қасынан шыққан қоңыраушаны баса отырамыз. Енді алдыңғы мен видеода конкурс ойнатқан болатын, яғни 200 алмаздан, яғни итан алу үшін, жаңа персонаж алу үшін 200 алмаздан ойнатқан болатын. Ол міне жеңімпаздар, міне экран бетінде көріп тұрған екі комментарий достар. Осы балдарды құттықтаймын. Енді маған осы екі бала осы видеоны көріп отырсаңдар, маған ВК-ға или ВК-да жауап бермей жатсам, ВК группама жазсаңдар болады. Мен жауап беремін ВК группада 100%. Және де ВК группама тіркеліп, Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, сізден өтініш. Енді достар, видеоға кеттік. Ендеше не дейміз енді басқа? Кеттік онда. Бір күні деп ойбай, өткендегі енді мынау әйел шайтанмен сөйлесіп, одан кейін барып бір адамдарды өлтіру керек деп айтады шайтан оған. Сөйтіп ол өзінің, яғни күйеуіне айтады: біз жауларымызды, яғни бізге жау болатын, қазір өтірік дос болып жүрген адамдардың барлығын өлтіруіміз керек дейді. Сол кезде күйеуі: олар кімдер дейді. Оларды аттарын мен қазір айтам. Жарайды, өлтіреміз барлығын дейді. Мен саған сенемін жаным дейді. Тек өтірік айтпаған болсаң. Жоқ, мен ешқашан өтірік айтпаймын ғой жаным, тек сені ойлап істеп жатырмын бұны дейді. Сөйтіп арнаға тіркеліп қойыңыздар. Достар, артымдағы дыбысқа мән бермей қойыңыздар просто. Сөйтіп олар барлығын қырады, олар барлығын тастайды, бомбаға жарады, бошкаға жарады, машинамен соғады, барлығын жояды. Ал бұны есе шайтан азғырған ана елді. Мынаны да атып тастайды, барлығын өлтіреді достар. Жауларының, яғни біреуінде қалдырмайды болғанда, енді барлығын шетінен қыра бастайды. Сөйтіп барып, ол өзінің сарбаздарын жинап, біз барлық адамдарды өлтіруіміз керек. Оларды өлтірмесек, олар біздерді өлтіреді. Сондықтан барлықтарын іске кірісіп, барлығын өлтіріңдер. Бұл бағана өлтірген адамдар әлі аз, біздің жауларымыз әлі көп. Оларды өлтіруіміз керек. Әйтпесе біз өзіміз өлеміз дейді. Деп әйелінің түнде айтқан сөздерін екі етпей сарбаздарына айтады. Сөйтіп жаулары, яғни оның жауы емес, өтірік айтылып тұр. Негізі олар жау емес оларға. Олар яғни шайтанға барады. Шайтанға барып айтады: не болды сендерге дейді шайтан. Сол кезде сендер неғып бұлай барлығын бүйтіп өліп тұрсыңдар, түсінбедім мен сендерді дейді. Менен бір көмек керек пе сендерге деп шайтан сұрайды. Сол кезде барлығы шуылдап, анау мынаны біреу ананы айтып, біреу мынаны айтып сөйтіп кетеді. Сол кезде шайтан: біреуің сөйлеңдерші дейді. Сөйтіп айтады: бізді қырып жатыр ана жақта сарбаздар. Оларды шайтан азғырған секілді. Олардың барлығын бүлдіріп жатқан әйелінің көзін құртуымыз керек. Әйтпесе ол бізді бәрімізді қырып тастайды дейді. Сол кезде шайтан: ол істі өз мойныма аламын. Ол іске қам жемеңдер. Сендер одан да өздеріңді қорғаңдар. Қолдарыңа қару алыңдар. Ал мен сендерге қазір 2 адам шақырып берем, олар өте мықты деп от адамдарды шақырып береді оларға. Олар өте мықты. Олар аналарды қорғау үшін шайтанның бұйрығы бойынша келеді.
Сөйтіп бұл әйел шайтанмен тағы да сөйлесіп тұрады. Мен сіз айтқан адамдардың барлығын өлтірдім. Азғантай адамдар қалды. Оларды ертең өлтіреміз. Бүгін кеш болып кетті. Тағы не істейін дейді. Бұл шайтан оның миын азғырып алған. Сөйтіп ол оған тағы да басқа адамдардың аттарын айтып тұрған кезде артынан сол баяғы өзіміздің Нуп көкеміз бар ғой, Нуп көкеміз. Сол бүлдіртпей келе жатады. Ол екеуі сөйлесіп тұрған кезде артынан Нуп келеді. Алло, қашан келеді Нуп? Қазір келу керек. Міне Нуп келеді де оны алып кетеді. Себебі ол барлығын қырып тастайды егерде ол алып кетпесе. Сөйтіп шайтан адамдарды шақырып алып айтады оларға: сендер уайымдамаңдар, мен ол әйелдің көзін құрттым, мен оған өте сенімді адамды жібердім. Ол оны ұстап өзімен бірге алып кетеді. Мен оған былай айттым: сіз оған не деп айттыңыз дейді. Ол қалайша, ол оны қалай алып кетеді? Ол жерде сарбаздар көп қой, ол мүмкін емес дейді. Сен қорықпа, ол өз ісінің себебі. Оған мен егерде сен соны алып келсең, ол әйел саған деп айттым. Ол өте сұлу әйел дедім. Ол оған қойшы, ол оған келісті ме? Ол оны ұрлағаны үшін оны өлтіреді ғой. Сен қорықпа. Ол айтып жатыр: жоқ, мен үшін білмеймін, өзі білсін. Иә. Ол өзінің ісінің шебері. Ол бұрынында барлық кез келген жерлерден құтылып шыға алады. Ол өте мықты. Татыло, мен оған сол әйелді берем деп айттым. Ол әйел өте әдемі деп едім, бірден келісті. Сөйтіп Нуп өзінің яғни сол әйелді түнде ұрлап кеткен. Сөйтіп арбамен алып келе жатады. Әйел айтады: сен неге мені ұрлап алып кеттің дейді. Себебі сені шайтан азғырып жатыр еді. Ол шайтаннан сен құтылмасаң, сен бәріміздің түбімізге жетер едің дейді. Қумаш дейді. Вообще қуат екенсің ғой сен, қандай шайтан. Олар біз оларды өлтірмесек, олар бізді өлтіретін еді. Жоқ, олар сендердегі ештеңе істемейді. Олар сендердің жауларың емес, олар сендердің достарың. Сен оларды қырып жатсың, ол болмайды дейді. Жоқ, мен ешқандай да ондай істеп жатқан жоқпын дейді. Сол кезде Нуп айтады: сен осы басқа кітап оқығансың ба? Қай жерден көргесін шайтанның саған дұрыс ақыл айтатын? Шайтан ешқашан дұрыс ақыл айтпайды, ол только адамды азғырады дейді. Шайтанның ісі шала, оның айтқанына көнбеу керек. Егерде ол сенің денеңе кіріп саған яғни азғырып жатса, сен оны тыңдамауың керек. Сен оған уже ерік беріп қойдың, енді сен оның айтқанынан шыға алмайсың дейді. Сол кезде қыз оған айтады: мүмкін емес, мен өз дегенімді істедім. Мен ешқандай да оның айтқанын істеген жоқпын дейді. Себебі оны әлі шайтан азғырып тұрған еді. Енді осы уақытта сәл лагать етіп қалды, интернет айыпқа бермейсіздер. Енді бәрібір де мен сені алып кетуге мәжбүрмін болдым дейді. Қазір мен шайтан мырзаға кіріп шығайын. Ол достар өз жай ғана аты шайтан мырза, былайша ол шайтан емес. Просто шайтан мырза. Аты сондай достар. Себебі түрін көріп тұрғандарыңыздай сондай. Сен ешқайда кетіп қалма. Мен қазір ол шайтан мырзаға барып бір ауыз айтып кетейін деп түседі де арбадан жайлап кете бастайды. Шайтан мырза да жайлап алдынан шығып келе жатады. Сөйтіп олар есік алдында кездесіп қалады. Сөйтіп айтады: мырза, мен оны әйелді алып келдім, ол қазір анда арбада тұр дейді. Ой, молодец, енді ол әйел саған. Көрдің бе, өте сұлу әйел. Енді ол саған. Сен оны өзіңмен бірге алып кет. Не істейтініңді өзің біл. Жақсы болды ғой. Енді мен бұл әйелге үйленіп аламын. Енді біздің бала шағамыз болады деп қуанып, өз алдына тупит етіп қуанып біреудің әйелін алып кетіп үшін сөйтіп арбамен кетеді. Сөйтіп ол әйелдің еркегі, яғни күйеуі ертеңіне таңертең әйел жоқ екенін көріп
коосын жыйнап, яғни сарбаздарын жыйнап, сарбаздарын айтат, мен айелимди урлап кетти. Олар onu өлтүрүүгү мүмкүн. Менин айелим олардын сырын ашып жатканы үчүн onu урлап алып кетти. Биз onu куткарууубуз керек дейт. Сол кезде кыз түн болгондо айтат, эй сен мени алып келдиң, эчтене истемейсиңби? Жок, эчтене истемейм дейт. Эчтене истемеген калай? Не істеуім керек саған? Сен ұйықта, мен сияқты маған не дейсің? Қайырлы түн деп Нуп керіліп тұрады. Сол кезде қыз, ой, сен әлі ештеңе түсінбедің бе? Қуады екенсің ғой. Сен маған бірдеңе істесей, мен саған айтып тұрмын ғой, не істеймін мен саған? Ұйықта одан да. Ертең азында электрліктер көп. Мен өзім не қылайын ба, сен жынды екенсің, қойшы, мен кеттім деп қыз кетіп қалады. Нуп оны вообще түсінбейді. Нуптың аты Нуп қой. Нуптың орнында сіздер болғандарыңызды бұл әйелге не істейтініңіздер комментарийға жазып кетіңіздер. Енді сөйтіп ол әйел ана кітапты алып, ішіндегі сөздерді оқып кетіп бара жатады. Енді осымен видео аяқталды. Енді достар, біздерде осында кино болды. Енді тағы да бір бөлімі болады. Егерде осы сол бөлімін күтем десеңіздер, лайк басып, арнаға тіркеліп, қасына шыққан қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде сіз ол келесі бөлімін, яғни 3-ші бөлімін өткізіп алмайтын боласыз. Ендеше сіздермен бірге болған Ера, давайте достар, амандықта жүздескенше.